Келесі сұрағымыз анашаға байланысты. Бұл сұрақ Ғалия Төлегенова есімді оқырманымыздан жолданып отыр. Саламатсыз ба? Шариғатта нашаға байланысты жазбалар бар ма? Намаз оқитын адам арақ пен темекі пайдаланбай, наша пайдаланса болады дейді. Осы сұраққа жауап берсеңіздер. Енді есірткі заттарды шегу, оны пайдалану, сату, түрлі жолдармен адамдар арасында тарату харам. Ауыр күнә. Енді темекіні харам дейтін дініміз қалайша анашаны халал деуі мүмкін. Анаша 4 мазхабта харам. Анаша гашиштің бір түрі, ал енді гашишті ескі кітаптарда харам делінген. Оның үстіне анаша және соған ұқсас есірткілерде мас етуші сипатқа ие болады. Құран кәрімде жаңағыдай шараптың харам болуының ең басты себебі ол шараптың мас етуші сипатқа ие болуы. Анашаның да және түрлі есірткінің де осыған қиястай келе харам дейміз. Бұнымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде күллі мускирин харам деген. Барлық мас айтушы зат харам дейді. Сол себептен анашаны және де өзге де есірткі заттарды мұсылман кісі жалпы адамзат қабылдамауы тиіс, қолданбауы тиіс. Ал енді анашаның үкіміне қатысты сайтымызда жазба жария етілген. Қосымша мәлімет алғысы келген кісі сол жазбаны оқыса да болады.